Тоқаев еліміздегі су тасқынына байланысты шұғыл кеңес өткізіп, орын алған жағдай үшін азаматтардан кешірім сұрады. Әзірге ешкімді қызметінен босатқан жоқ, тек қатаң сөгіс жариялады. Президент үкімет пен әкімдіктердің жұмысы немқұрайлы және кәсіби міндетіне сай келмейді деп сынады. Айтуынша, үкімет пен атқарушы органдардың арасында жүйелі байланыс болмаған. Тоқаев зардап шеккен өңірлер тұрғындарына үлкен көлемде шығын келуіне байланысты өкініш білдірді. Мемлекет басшысы қалыптасқан жағдайға байланысты кешірім сұрап, барлық азаматқа көмек көрсетілетінін айтты. Жиында Тоқаев су тасқынына қарсы уақытылы шара қабылдамаған үшін премьер-министрдің бірінші орынбасары Роман Склярға, су ресурстары министрі Нұржан Нұржігітовке қатаң сөгіс, Ақтөбе, Қостанай, Батыс Қазақстан облыстарының әкімдеріне қатаң сөгіс және қызметтік міндеттеріне толық сай келмеуіне байланысты ескерту берілді. Ал Атырау, Ақмола, Алматы, Павлодар және Абай облыстарының әкімдеріне қатаң сөгіс жариялады.